Мен сені күтіп тұрмын ғой, братан, қай жердегі? Мен келдім, әуежайдың алдындамын. Келдің бе уже? Міне мұнда. Керемет тұтып ғой, мынау осы машина ма? Жоқ, бұл емес. Машина не? Шығып кетіп ойладық, қайда, машинам қайда? Шауып келем дес бермесім астымда, әнге салдым жалынатқан жасымда, еркін ұшқан қарлығашы Ерекке қай жерге барғың келеді, айтшы. Любой точка, запятая. бірден нұры арайдым, алдан жұмыр таң қалдырған талайдым, бір қарамай өтсе дағы сан жылдар, көңіл сені мәңгілікке балайдым. Қиналсам да келем атты қамшылай, өмір бәйге майданымда тоқтамай, дес бермесім тулап қарғып жетеді, алып менің арманымның жетегі. Дес бермесім тулап қарғып жетеді. Зеряхан, мәрхабат, қош келдің. Ай, сауынша осы әндерім болмаса, іштен есігі ашылмайды екен ғой. О, не деген керемет, баракаллаху. Біздер міне Орта Азиядағы ең үлкен мешітке Аяқ бастық. аяқ бастық. Бисмилля. Аяғымызды анау мынау емес, Қырсағыммен. жалаң аяқ бастық міне. Жоқ, нәскимен. Теплый пол керемет жағдай жасалған екен. Аллаға шүкір, осындай бейбітшілік болсын, осындай керемет Соғыс болмады. ғимараттарда осындай салынар сөзсіз бейбітшілік болса. Осы мешіт орналасқан жер 10 гектар жерді құрайды. Оның жалпы алаңы 68.062 шаршы метр. Ал үлкен күмбездің биіктігі 83,2 метр. Диаметрі 62 метр. Және де көзге ерекше көрінетін 4 күмбез бар. Оның биіктігі 130 метр. Біздер біле төменге түсіп, біздер бұйырса дәретханаға дәрет алатын боламыз. Міне тәпішкелер. Сонымен бірге мешіттің жерасты қабатында 440 орындық банкет залы және де 405 орындық жабық паркинг орналасқан. Вестибюль, дәретхана, құрбандыққа шалу және тағы басқа көптеген нәрселер бар. Мешіттің жалпы сыйымдылығы 235.000 адамды құрайды. Бір мезетте, яғни осынша адам намаз оқи алады. Сыйымдылығы бойынша бұл біздің мешіт әлем бойынша ең үлкен мешіттердің 10-ына енеді. Мына әдемі көздің жауын алатын арабша сөздер Алла Тағаланың 99 есімі. Бәйтеректі Астананың символы десем қателеспейтін шығармын. Париждегі Эйфель мұнарасы секілді бұл бәйтерек те Астанаға ерекше көрік беріп тұр. Биіктігі 97 метр.
бәйтерек есіл өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан. Ұшар басында шар орналасқан. Арнайы шынарлармен әйнектелген күмбездің салмағы 70 тонна. Жобалаушы архитекторлар жетекшісі Рүстембек және де Базарбаев пен Айтбалаевтар. Ең жоғары жағында аялы алақан композициясы орын тепкен. Жалпы бәйтеректің құрылысы 2002 жылы 30 тамызда қаланған. Ереке қош кел.